Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен күріш подливасымен әзірлейтін боламыз. Өте дәмді әрі оңай жасалынатын рецепт. Сондықтан видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен күрішті әзірлейтін боламыз. Ол үшін табаға сұйық май құйып, жуып тазаланған күрішімізді салып, үстіне тұз сеуіп, 5 минуттай жақсылап қуырамыз. Одан кейін үстіне қайнаған ыстық суды құямыз. Қатты отта суы тартылғанша қайнатамыз. Суы тартылғаннан кейін баяу отта 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді подливасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін қызып тұрған майға етімізді салып, әбден қуырып аламыз. Одан кейін пиязды, пекин капустасын, болгар бұрышын барлығын біртіндеп видеода көрсетілгендей 1-2 минуттан қуырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін дәміне қарай тұз, біраз қасық ұн және біраз қасық томат қосып араластырамыз. Аздап соя соусын қосатын боламын. Енді суын құйып қайнатамыз. Суын өте көп құймаймыз. Суы қатты қайнағаннан кейін орташа отта 30-40 минут пісіріп аламыз. Мінекей кешкі асымыз дайын. Өте оңай жасалынады. Әдемі әрі дәмді болып шығады. Сондықтан сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.